Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Анар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді және ерекше пирог, морковный пирог дайындайтын боламыз. Ішінде салмасының өзі чизкейкке ұқсайды қыздар. Шаймен ішкенде өте дәмді, міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер қыздар. Үйдегілерді, қонақтарыңызды таң қалдырыңыздар. Өте дәмді болып шығады және өте ерекше болып шығады. Құрамына қажетті заттар: ең бірінші бізге грек жаңғағы қажет болады. Қатты уақтамай, осындай орташа көлемде уақтап алыңыздар. Ұн, қант, сұйық май, 3 жұмыртқамыз және де ванильді сахар қажет болады. Сәбізіміз, ұн қопсытқыш, ас содасы, корица қажет болады. Ең бірінші сәбізімізді теркадан өткізіп алыңыздар. Терканың осындай ұсақ көзіне өткізіңіздер. Осындай ұсақ болу керек міндетті түрде. Жасалу жолына кірсек, ең бірінші қантымыз бен жұмыртқамызды өте жоғарғы скоростьпен, жылдамдықпен 1 минут шамасында миксерлеп аламыз. Жақсылап қантымыз еруі қажет. Осы кезде ұнымызға корицамызды және де ұн қопсытқыш, ас содамызды салып, жақсылап бір араластырып қоямыз. 1 минут шамасында жақсылап қантымызбен араластырғаннан кейін ванильді сахарды салып жібереміз осы жерде қыздар. Одан кейін сұйық майымызды құйып жібереміз. Сұйық майымызды осы массамен толық араласуы қажет. Одан кейін ұнымызды жақсылап жаймен аз-аздан сала отырып, осы кезде миксеріңізді міндетті түрде жай жылдамдыққа қойып қойыңыздар қыздар. Ұнымызды салып жібереміз. Толығымен барлығы жақсылап араласады. Сізде осындай масса шығады, қараңыздар. Одан кейін екіге бөліп, 2 кезекпен сәбізімізді салып жібереміз, жақсылап араластырамыз. Одан кейін біз грек жаңғағымызды салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз және теңдей 2 бөлікке бөліп қоямыз. Енді біздер крем дайындауға кірісеміз. Ортасына салатын бізде творожный сыр, ванильді сахар және де қант және жұмыртқа қажет болады. Дәл осы видеодағыдай бірінші қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. 1 минут шамасында осы кезде ванильный сахарымызды салып жібереміз. Жақсылап қант еру қажет міндетті түрде. Одан кейін жайлап творожный сырды салатын боламыз. Менде креметтаны салдым. Ешқандай да түйіршік қалмау керек. Сізде бір келкі масса шығу қажет болады. Мінекей массамыз, креміміз өте әдемі болып шықты. Кремімізді осындай кондитерский мешокқа салып аламыз. Біз қазір пирогты дайындаған кезде бізге ыңғайлы болу үшін. Мінекей менде осындай форма. Мен 26 диаметр еттім. Астына фольгасын төседім міндетті түрде. Бірінші қамырымызды салып, тегістеп жатырмын. Міндетті түрде тегістеп алыңыздар. Одан кейін кремімізді бір келкі етіп салып шығатын боламын. Шетіне қатты тақамасаңыздар болады. Дәл осы видеодағыдай етіп жасасаңыздар болады. Одан кейін қасықпен жақсылап бір тегістеп жіберерсіздер. Одан кейін мен тағы да кондитерский мешокқа тестімді, екінші қалған тестімді салып, тағы да осылай бетіне жағып шықтым. Тегіс болу үшін, әдемі жағылу үшін осылай кондитерский мешокты қолдансаңыздар өте ыңғайлы болады. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды қыздар. Өте әдемі болып, жақсы болып, көтеріліп пісіп шықты. Мен осындай сахарный пудрамен
бетін әрледім. Сіз өз қалауыңызда креммен безендірсеңіз, жидектермен безендірсеңіздер болады. Пирогымыз өте дәмді болып шығады. Дәмі өте ерекше, шаймен ішкенде керемет қыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін алғыс білдіремін. Ас болсын.